Өткен жылы 2023 жылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірге бірлесіп әділдік жолы республика қоғамдық бірлестігі сыртқы талдау жүргізді білім саласында. Сол білім саласына талдау жүргізу барысында Қарақия ауданындағы мына кешкі ауысым дейді ғой, вечерний школа дейді. Сол кездегі ауысымдағы мұғалімдердің сабақ бермей жалақы алып жүрген деректері анықталды. Соның ішінде мына облыстық білім басқармасының бір қызметкері, сонымен қатар мына Қарақия аудандық нөмірі 7-ші мектептің директоры, сол жерде жаңағы екінші тағы да бір мектептің директорлары сол жерде жаңағы математика пәнінен, қазақ тілі пәнінен сабақ берді деп көрсетіліп, ол кісілердің сабақ бермеген деректері анықталды. Сол деректер анықталғаннан кейін енді біздер тексеріп тергеуге біздердің құқығымыз жоқ, оған құқылы емеспіз. Ол құзыретті органға, мына агентствоға, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агентствосына хат жолдағанбыз. Сол хаттың шеңберінде олар өздері тергеп тексеру жұмыстарын жүргізді. Бұл жерде заң талаптары бұзылып отыр ғой. Себебі мемлекеттің қаржысын заңсыз, былай қарағанда заңсыз жымқырып отыр деп есептеуге болады. Себебі берілмеген, оқытылмаған сабақтардың ақшасын оқытыл деп қойылып, заңсыз мемлекеттің ақшасын қалтасына басқан. Халыққа айтарым, біздің халқымызға, енді біз жаңа Қазақстан құрамыз деп жатырмыз ғой. Жаңа Қазақстан өзі тегіннен тегін құрылмайды. Жаңа Қазақстан құру үшін бізде жемқорлықсыз қоғамды құруымыз керек ең бірінші. Жемқорлықсыз қоғамды құру үшін әрбір Қазақстанның азаматы атсалысуымыз керек. Өзіңнен баста дейді ғой, өзімізден бастау керек. Пара беруші болмаса, пара алушы да болмайды деген сөз. Бұл жерде тек қана білім саласындағы заңсыз әрекеттер деп айтуға болмайды. Барлық сала бойынша азаматтардың өздерінің құқықтары қорғалмаған кездерде болса, хабарласуына болады. Біздің Маңғыстау облысының филиалы 23-ші шағын аудан 100-ші ғимарат 203-ші бөлмеде орналасқан. Сонымен қатар менің өзімнің тікелей байланыс телефоныма шығуға болады. 8705 234 5415 байланыс телефонына шығуға болады. Немесе 1463 колл-центр жұмыс жасайды бізде республикада, сол колл-центрге хабарласса болады. Біздерде хат келіп түсіп жатыр сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігінен. Қазіргі енді жүргізетін талдаулар спорт саласында талдаулар жүргізеді. Сондықтан барлық азаматтарға айтар едім, егер спорт саласындағы қазір дейтін жастарды спортқа беріп жатырмыз, әртүрлі жағдайлар болып жатыр ғой. Осының алдында арт спорт бағдарламасы болды, сонда да көп шу шықты осындай деген сияқты. Сол бағыттарда мысалға өзіңіз балаларыңызды спортқа берген жерлерде, болмаса немесе өзіңіз қатысып жүрген жерлерде мысалға заң бұзушылықтар орын алған жағдайда жаңағы мен айтқан жоғарыдағы байланыс телефондарына болмаса колл-центрге хабарлассаңыз болады. Ол негізгі мақсаты әділдік жолы қоғамдық республикалық бірлестіктің еліміздегі жүргізіп жатқан мемлекет басшымыз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын қолдау мақсатында. Мына елімізде жүргізіп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіп жатқан шаралардың тиімділігін арттыру мақсатында. Сонымен бірге парасаттылық идеологиясын алға тарту, азаматтарға тегін құқықтық көмек көрсету. Сол мақсатта қазір қосып айта кеткім келеді. Осы жаңа жылдан бастап, 2024 жылдан бастап, біздің әділдік жолы республика қоғамдық бірлестігі заң үстемдігі деген үлкен жобаны қолға алып жатыр. Бұның шеңберінде көп азаматтарға деген құқықтық тегін көмектер көрсетіледі. Барлық салада, барлық жағдайларда өз шеңберімізде біз құқықтық көрсетеміз азаматтарға. Азаматтар құқықтарын қорғаймыз деп айтуға болады.